Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін көп адам қоятын маңызды сұрақ туралы сөйлесеміз. Кейбір адамдар Рамазан басталғанда бірден ораза ұстай алмай қалады. Бірінші күні ұстамайды, мүмкін екінші күні де ұстамайды. Сосын үшінші күні ойланып, мен бәрібір ұстайын деп шешім қабылдайды. Сонда сұрақ туады. 2 күн ұстамадым. Не болады, күнә ма, қарыз болып санала ма, енді ұстасам қабыл бола ма? Осыны анық, тыныш түрде түсіндірейік. Ең біріншісі, ешқандай қорқыныш жоқ. Егер адам бірінші күндері ұстамай қалса, аспаннан тас түспейді, бірден бір жаза болмайды. Алла мейірімді, Алла кешірімді. Бірақ бұл дегеніміз мән бермей қою керек деген сөз емес. Парыз мәселесі. Рамазан оразасы парыз, яғни шамасы жететін мұсылман адамға міндет. Егер адам дені сау болса, сапарда болмаса, ауыр жағдайы болмаса, ораза ұстауы керек. Егер себепсіз ұстамаса, сол күндер қарыз болып жазылады. Екінші, үшінші күннен бастауға бола ма? Иә, әрине болады. Мысалы, бірінші күні ұстамады, екінші күні де ұстамады. Үшінші күні жүрегі жұмсарып, ниет етіп бастады. Бұл өте жақсы шешім. Бастамағаннан гөрі кейін бастау әлде қайда жақсы. Алла адамның жүректегі өзгерісін көреді. Ұстамаған күндер не болады? Егер себепсіз ұстамаған болса, сол күндер қарыз болады. Мысалы, 2 күн ұстамады, Рамазаннан кейін 2 күн жеке ұстайды. Міне, осымен өтеледі. Ешқандай қосымша айып жоқ, егер әдейі менсінбей қалдырмаса. Ал егер адам қорқып, дайын болмап еді. Кейде адамдар мен дайын емеспін, қиын шығар, шыдай алмаймын деп қорқып бастамайды. Бірақ үшінші күні батылдық жинап бастаса, бұл Алланың оған берген мүмкіндігі. Ең қауіпті нәрсе мүлде бастамау. Неге кейбіреу бірден бастай алмайды? Себептер әртүрлі. Рухани дайын болмау, қорқыныш, денсаулыққа күмән, орта әсері. Сондықтан адам өзін кінәлап, үмітсіздікке түспеуі керек. Бірақ нені есте сақтау керек? Рамазан шектеулі уақыт, 30 күн ғана. Егер екінші, үшінші күн өткізіп алсаңыз, қалған күндерін жіберіп алмаңыз. Әр күн мүмкіндік. Қабыл бола ма? Деген сұрақ туындайды. Иә, үшінші күннен бастап ұстасаңыз, толық қабыл болады. Өйткені әр күн жеке есептеледі. Алла сіздің бұрын ұстамаған күніңізді емес, қазіргі ниетіңізді көреді. Егер әдейі менсінбей ұстамаса, егер адам маған бәрібір деп әдейі менсінбей ұстамаса, онда бұл үлкен күнә. Бірақ кейін шын жүректен тәубе етсе, Алла кешіреді. Қорытынды. Егер Рамазанның басында ұстамай қалсаңыз, кейін бастауға болады, оразаңыз қабыл болады. Ұстамаған күндер қарыз болады. Рамазаннан кейін өтейсіз. Ең бастысы үмітті үзбеу. Алла ешкімге неге бірінші күннен бастамадың деп есік жаппайды. Керісінше, қашан келесің деп күтеді. Егер бүгінге дейін ұстамай жүрсеңіз, ертең бастауға болады. Алла әрқашан мүмкіндік береді. Рамазан жазалау айы емес. Рамазан мейірім айы. Оразамыз қабыл болсын. Жүрегіміз жұмсарсын. Ниетіміз түзу болсын. Ұстаған оразаларымыз қабыл болсын.